сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз екінші жатық жол элементтері бойынша берілген матрицаның анықтауышын есептеу. Анықтауышты табу формуласы: екінші жол бірінші бағанда тұрған элементті оның алгебралық толықтаушына көбейтеміз. Қосу: екінші жол екінші бағанда тұрған элементін оның алгебралық толықтаушына көбейтеміз. Қосу: екінші жол үшінші бағанда тұрған элементін екінші жол үшінші бағанда тұрған элементін оның алгебралық толықтаушына көбейткенге тең. Есептейік. Енді алгебралық толықтауыштарын есептеп алайық. Бірінші А 2-де 1, яғни екінші жол бірінші бағанды сызып тастаймыз. Минус 1-дің 2 қосу 1. Екінші жол бірінші бағанды сызып тастағанда бізде қалады 1, 2, минус 4-та 2. Минус 4-те 2. Ары қарай есептейміз. Минус 1-дің тағы дәрежесі минусты береді. Бас диагональдің бойындағы элементтерді көбейтсек 2. Одан азайтамыз, қосымша диагональдің бойындағы элементтердің көбейтіндісін азайтамыз. Минус 8, мына минуспен бізде плюс 8 болады. Тең 10, алдындағы минуспен минус 10. Келесі алгебралық толықтаушымыз бізде 2-де 2. Минус 1-дің 2 қосу 2 дәрежесі. Яғни біз екінші жол екінші бағанды сызып тастаймыз. Екінші жол екінші бағанды сызып тастағанда бізде 3-де 2, 0-де 2 қалады. 3-де 2, 0-де 2. Минус 1-дің жұп дәрежесі оң сан. Яғни мұнда алгебралық толықтаушымыз біз минордың өзіне тең болып қалады. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6. Минус 2-ні 0-ге көбейтеміз 0. Тең 6-ға. Үшінші алгебралық толықтаушымыз екінші жол үшінші бағанда. Минус 1-дің 2 қосу 3 дәрежесі. Яғни біз екінші жол үшінші бағанды сызып тастаймыз. 3, 1, 0, минус 4. 3, 1, 0, минус 4. Минус 1-дің тағы дәрежесі минусты береді. Есептейміз. Минус 12, азайту 0. Жақшаның ішінде минус 12, мұна минуспен плюс 12 болады. Енді мұна формулаға сала саламыз. Детерминант тең болады. А 1-де 1 дегеніміз минус 1. Көбейтеміз А алгебралық толықтаушына. Минус 10. Қосу. Бірінші жол екінші бағанда тұрған элементіміз 2. 2-ні көбейтеміз А 2-де 2-ге, ол 6. Қосу. Екінші жол үшінші бағанда тұрған элементіміз бізде 5. Оны көбейтеміз анықтаушына 12. 12. Минус 1-ді минус 10-ға көбейтем 10. 2-ні 6-ға 12. И 60. Сонда бізде анықтаушымыз 22, 82 болады.